айтамыз. Сабақ алғандар бірінші топ сізге айтады. Бірінші сұрақ, қазір сұрақ қойылады. Құшықтарын градусы өлшемге арналған құрақ. Келіңіз. Екінші, жазылқы бұрыш. Келіңіз. Үшінші, сүйір бұрыш. Келіңіз. Көп бұрыш дегеніміз, яғни бірінші түзу сызық, сынық сызықтардан құралған тұйықталған, яғни ол тұйықталған сызық бұл көп бұрыш деп аталады. Көрдіңіздер ғой, қазір алдымызда жаңа таратқан бойынша қасымызда бізде көп бұрыштар салынған. Сізде көп бұрыштың атауы қандай? Мен тақтаға мен 5 бұрышты көп бұрыш салдым. Көрдіңіздер ғой, яғни сізге айтады. Міне, бұрышы екі қабырғасының қиылысынан пайда болады екен бұрышы. Түсінікті ме? Екінші төбесі, яғни бұл жердегі А, Б, С, О, Б. Қабырғалар бізде А, Б, С, О, Қ, П, А. Түсінікті ғой? Енді келесі. Сізге енді осының көршілерімен танысайық. Мұнда сізге айтады, көршілес төбелері дейді. Қарайықшы, көршілес төбелері. Бір қабырғасының ұштары. Бір қабырғасының ұштары. Бізде бір қабырға неше ұш болады? Бір қабырғасының ұштары болады. Көп бұрыштың төбелері, яғни оның көршілес төбелері деп аталады екен. Оның белгілерін сонда қараңыз. А, Б. Екінші сізге айтады, көршілес қабырғалары. Сізге айтады, міне, бір төбесінде шығатын, міне, бір төбеден шығатын, көрдіңдер ме? Көп бұрыштың қабырғалары. Келесі сізге айтады, диагоналы. Сізге айтады, диагоналы деген, міне, бізде А нүктесіне қайсы нүкте көрші? Дұрыс, енді қара, сізге айтады, міне, көп бұрыштың диагоналы оның бір қабырғасына тиісті емес, екінші төбесіне қосатын кесінді. Яғни көрші емес төбелерін қосатынды, көрші емес нүктені қосатынды міне не деп айтады екен? Оның диагоналы сонда міне А нүктесінен менде екі диагонал шығады. А, Б және А, С. Түсінікті ме? Келесі сізге айтады, енді үш бұрыштың құпиялығын айтайын. Не болмайды? Бәрі көрші екен. Көрдіңіздер ме? Сізге айтады, үш бұрыш. Өйткені оның барлық төбелері бір-біріне көршілес. Мына көршілес, мынаудан көршілесе, мынау да сондай. Сізге айтады, енді көрші емес төбе жоқ болғандықтан көпір салатын орын жоқ дейді. Бізге, яғни бұлда не болмайды екен? Диагонал болмайды екен. Енді метрді, яғни П әрмен берейді. Негізі периметр деген бұл қабырғалары қосындығы. Қосындысы, яғни ұзындықтары қосынды. Яғни оны біз не арқылы қолданамыз? Қос арқылы қолданамыз, яғни қабырғасы. Жазамыз не болады? А, Б, С, О, Қ, А қабырғалары қосынды. Ішкі аумақ өлшемі, яғни бізде ауданы, төртбұрыштың ауданы. Яғни сізге айтады, біз бастауыштан білеміз, төртбұрыштың ауданы, оның ұзындығының еніне көбейтер екенде, ал шаршы деген бізде не? Екі қабырғасы, төрт қабырғасы тең, яғни екі қабырғасы көбейтер екен білеміз. Енді қабырғаның ауданы қалай тауқыды көрсететін тұр. Мысалға төртбұрыш алайын, міне, төртбұрыш алайын. Алдың ба? Енді біз бастауыштан белгілі. Мынаның ені неше сантиметр деп алайын? 3 сантиметр деп алайын. Енін неше сантиметр деп аламын? 3 деп алайын. Ал ұзындығы неше? Ал бастауыштан енді осыны пи формуласында өте оңай әдісі бар. Яғни шеткі нүктелердің жартысына ішкі нүктелерін қосып, яғни бізде есеп ауданы шығады екен. Мына жерде мысал көрейік біле. Қараңыздар, шеткі нүкте деген не, соны біліп алайық. Міне шеткі нүкте, яғни ол көп бұрыштың тор көзінің шекарасындағы түйіншектерінің саны. Түйіншек деген сан балалар, міне. Түйіншек деген сан. Міне қараңыздар. Мына жерде мына екеуінің қиылысқан жерде түйіншек мына жер ғой бізде. Көрдіңіздер ғой? Міне түйіншек деген осы жер. Міне осы жер, міне түйіншектердің саны екен. Ал енді қарайық, мына жерде сізге айтады. Ішкі,
Yani ол да көпбұрыштың ішкі аймағындағы торгөздің түйіншектерін санайды. Енді осы жерден санайықшы, міне қарайық. Мына жерге қарайық, санайық. Түйіншектер саны сыртты бөлейік. 1, 2, 3. Yani S тең болады. Yani 3 бөлінген неше? 2. Қосылған ішін санайық неше? 6. Дұрыс айтады. Тең болады, есептейік ал. Aldın yani ilk formülasının aydınlığını tamamlamak olan ekan. Bo'ladi meni. Kelingizda daftarimizda aşağımızda bugungi kunda yozaylik. Bugun 22 savr sanat жұмысы. Yazamiz 282 есеп. Жеке жұмыс әркім өз орындайды. Сосын біздің бағалау парағымызға жазып отырамыз, иә? Енді қараңыз, қазір тақтаға бір оқушы келеді, қазір мына жерде кім сәйкес келеді, соны тақтаға шығарамыз. Мұхамеджан, келіңіз. Бірінші, оқыңыз, сосын айтып жауап беріңіз. Жеті бұрыштың қанша түбесі, қабырғасы және бұрышы бар? Түбесі 7. Дұрыс, мына жаққа қарай кетеді. Неше болады түбесі? 7. Анаға не істейміз? 7 жазамыз. Иә. Так, ал. Екінші. Қабырғасы 7. Жазыңыз. Дұрыс. Бұрышы 7. Сіздерде қандай шықты? 7. Дұрыс па? Так, отырады. Дұрыс. Ал, енді сізге айтады, үш бұрышты салыңыздар дейді. Тақтаға келеміз. Үлкендірек сала береміз. Раяна, келіңіз. Бір бұрышынан нешелген, бір бұрышынан. Неше болады екен, апарыңыз? Қанша болды? 50 нешеде тұр? 50? Жас қой бұрыш. 52 градуста тұр екен, дұрыс айтасың. Пик формуласын қолданып, біз мұнараға фигура өзіміз құраймыз да. Наға жазып аламыз. Жаңа пик формуласы арқылы аудармамыз фигураны. Келіңіздер. Стоп. Ал, өстірді. Есептегенімізді қорғаймыз. Бізде осы фигураның сыртқы нүктесі 13, ал ішкі нүктесі 6. 13-ті 2-ге бөлгенде, жартылыққа бөлгенде 6,5 шықты бар, 6 қосқанда 12,5, бірді азайтқанда 12,5 шығады. Дұрыс. Ауданның бағасы. Ауданында 14-дің жартысы бөлгенде ішкі нүктелі қосылып қосамыз. 11-ді бірді азайтамыз. Қазір кесіп беріледі. Сізде сұрақ, жауаптары берді. Қазір қасымдағы көрші бағалайды. Ал бастаймыз, назар аударамыз. Бірінші сұрақ. Көп бұрыш дегеніміз не? Ешкім ше. Дұрыс белгілеп көріңіз, көршіңіз. Болады. Көп бұрышын аударған формуласы. Балалар, бүгінгі сабақты бекітуге мынандай тапсырмалар арқылы бекітейік. Түгел қарайық, бүгін қалай